Келіндерім босанғанда осы аталаны бердім. Уыз сияқты. Түк қант салған жоқпыз, сонда да прям крем сияқты болып шыққан. Керемет. Біз бүгін атала істейміз. Аталаға міне май керек, құйрық май. Бұны сары маймен де істейді, осылай құйрық маймен де істейді. Сосын су керек, сүт керек. Онды қуырамыз майменен. Сосын тұз саламыз кішкене. Құйрық майымызды кесіп аламыз. Сосын бұны қуырамыз, шыжғырамыз кішкене. Май істейміз. Бұл аталыны тоң маймен істейді, сары маймен де істейді. Өзінің баяғыда істейтін несі, осы мынау құйрық майды шыжғырып алады. Кішкене неғып қыздырып шыжғырып аламыз. Сосын үстіне ұн қуырамыз, осы майдың үстіне. Шыжығын алса да болады, алмаса да болады. Қазір көреміз. Егерде кішкентай не болса, онда алмай ішіне салып жереміз. Өте пайдалы. Енді аталыны істеймін десеңіздер, сары майдан да істеуге болады. Біз өткенде сары майдан істеп бір көрсеттік. Одан тоң майымыз болды. Қортық қойған май, сонымен де істедік. Енді осы жолы өзінің составымен көрсетейін деп жатырмын. Вообще мынау құйрық маймен істейді. Құйрық майды шырғырады. Сосын оның үстіне ұнды қуырады. Өзінің составы солай баяғыда істеген. Сол баяғы бірінші осылай істегенбіз, соны көрсетейін деп жатырмын. Сіздер сары маймен істей беріңіздер. Сары маймен де істеуге болады. Тоң маймен де істеуге болады. Осы құйрық маймен де істеуге болады. Іші маймен де істеуге болады. Ұсақтап турау керек. Сосын бұны қуырамыз қазір. Осы жетіп қалады шығар. Жетеді осы. Міне құйрық майымызды кесіп алдық. Енді бұны шыжғырамыз. Қазір отты жағып, газды шыжғырамыз. Міне майымызды енді қуыруға қоямыз. Жетеді осы. Міне майымызды шыжғырып жатырмыз. Майымыз шыжғырылып жатыр. Қазір майын шығарамыз. Сосын ішіне қалдыруға да болады, алып тастауға да болады. Көреміз қазір. Мүмкін қалдырамыз, или алып тастаймыз. Алып тастауға да болады. Май шыққанша түгіл. Мына қызару керек. Май шығып жатыр. Осыны құртқа салса күшті болады. Міне майымыз қуырылып жатыр, мінекей шыжғырылып жатыр. Май. Қазір бұны алып тастаймыз. Сосын таза майына ұнды қуырамыз. Міне майын алып тастайым. Міне майымыз шыжғырылды. Енді майын енді мінекей ұн саламыз. Тағы да саламыз. Қою болсын. Майымызды қуырып алдық. Енді үстіне ұн қуырып жатырмыз. Оны кішкене қызару керек. Оны қызарғаннан кейін үстіне су құямыз, сүт құямыз. Сосын оны кішкене қайнатамыз тағы да кішкене. Әр жерде әр түрлі істейді. Кейбіреулер құр сумен ғана қайнатады. Сумен қайнатқан бір түрлі болды. Өткенде сумен істедік, одан кейін сүтпен де істедік. Енді қазір сүтпенен суменен қосып, міне қоңырайды ұнымыз кішкене. Енді қазір үстіне су құямыз, сүт құямыз. Оны қайнатамыз. Енді су құямыз. Су құямыз, енді сүт құямыз. Бұлға отыру керек, тасып кетпеу керек, іртіктері болмау керек. Қуырып алдық, енді су менен сүті қайнайды. Тұз салу керек, кішкене тұз саламыз, дәм берсін. Кішкене ғана тұз саламыз. Бұна майды, қойдың майын
құйрығын қортқан кезде кей жерде жуа салады. Жуаменен бірге қуырады. Біз енді олай істеген жоқпыз. Құр өзін қуырып, майын алып тастадым. Сосын үстіне ұнды қуырдым, қызартып. Ұн пістау деген кезде сүт құйдым, су құйдым. Кей жерде жұмыртқа да салады. Кей жерлерде жұмыртқа салып, жұмыртқаны осылай езіп, араластырады. Кей жерде ет салады. Ол енді кәдімгі тамақ сияқты болып кетті. Мынаны мен әдейі осылай босанған әйелдерге береді. Әйел босанғанда осыны берсе, кесемен ішіп алады, иммунитет көтереді, баланың іші ауырмайды, сүт болады әйелге. Мысалы, бала емген кезде кейде сүт шықпай қалады. Сол кезде осы аталаны берсе, өте құнарлы бұл. Сүт болады, іші ауырмайды, әйелге де жеңіл болады. Ішіндегі бүкіл нелерінің бәрі кетеді. Өте пайдалы нәрсе. Әсіресе әйелдерге береді бұны. Босанған әйелдер ішеді бұны. Сосын бұған енді кей жерде жұмыртқа салады. Сосын етті пісіріп алады да, етті үп-ұсақ қылып турап, арасына салып, ол кезде ол кәдімгі тамақ сияқты болады. Ол да бір жағынан жақсы. Әрі қорымды тамақ болады, еті бар, жұмыртқасы бар, майға істеген, міне ұн шайған, өте пайдалы. Мынаны енді осылай ішсе, меніңше осылай ішкен дұрыс. Ана не қылған кезде уже кәдімгі бір тамақ сияқты болады ғой енді. А мынаны ішкен жақсы. Іштегі қан, мынау бәрі кетеді. Өте жақсы, пайдалы. Міне қоп қою болды. Бұл тұра-тұра совсем қойылады. Соны осылай кішкене суығаннан кейін сразу әйелге беру керек. Сонда әйел ішіп алады, әрі көрік болады, иммунитет көтереді. Қоп қой болды міне. Ешқандай іртік ештеңесі жоқ. Кесемен ішіп алады бұны. Кәдімгі не сияқталып. Қоп қою. Өте құнарлы нәрсе, өте пайдалы нәрсе. Міне аталамыз дайын болды. Қазір ішіп көреміз, дәмін көреміз. Қазір енді міне немере келінімменен шейінде отырмын. Немеремнің келіншегі, жас бала. Енді осы аталаны ішіп көреміз. Міне суды. Бісміллә деп құйып алайық. Менікі қоп қою болды әдемі. Қоп қою тамаша. Кәне көрейік енді. Бісміллә деп. Тамаша. Мынау аталамыз уыз болды. Уыз сияқты. Керемет. Тамаша. Ой, қандай тамаша. Осылай істеу керек аталы. Бұл не обязательно нелі әйел, екіқабат әйел, босанған әйеліміз. Үлкен кісілерге де мынау ішуге болады. Тамаша. Қандай тәп-тәпті, керемет. Уыз сияқты. Или әлгі неге тортқа приправа не істейсіңдер ғой? Крем. Крем, сол крем сияқты. Дәмі түк қант салған жоқпыз, сонда да прям крем сияқты болып шыққан. Керемет. Неге ұқсайды? Крем сияқты. Йогуртқа ұқсайды. Йогуртқа ұқсайды. Күшті ғой, тамаша. Күшті. Әнеке. Осылай істеп ішіңіздер, қандай тамаша, өте пайдалы. Әсіресе әйелге, үлкен кісілерге де ішуге болады. Мысалы, бұның түгі де жоқ, құр ұн ғана шайған, майға ұн шаяды. Сол сары майды саласыздар да, ұнды қуырып, үстіне сүт құйып, құр пісіре саласыз міне. Әрі ботқа сияқты, қаш сияқты. Тұра-тұра бұл қашы болады, қойылады, ұн салдық қой. Келіндерім босанғанда осы аталаны бердім, сосын тосап бердім. Атала деген өте жақсы пайдалы нәрсе. Балаларға да беруге болады. Мысалы, кішкентай балаларға берсе, тоже иммунитет көтереді. Балаларға да беруге болады. Екіқабат әйелдерге, босанған әйелдерге беруге болады. Үлкен кісілерге де, мысалы, кашының орнына осын істеп берсе, өте пайдалы. Келіндердің бәріне де бердім осылай, қайнатып. Бұның ештеңесі жоқ, жаңа көрсеттім ғой. Құрмайды кішкене сармай болса, сұқыр сармай салады да, кішкене ғана ұн шаяды. Онды қуырады жаңа майға. Кішкене қызарған кезде сүт құяды, су құяды, бітті. Ешқандай несі жоқ, өте пайдалы. Осылай істеуге болады. Дәмі қандай керемет. Мынаның дәмі, кәдімгі сиыр бұзаулағанда уыз істейміз ғой. Мынаған түк қант та салғанбыз, өткенде қант салғанбыз. Артынан не салуға да болады. Осылай бұздағаннан кейін
мед салуға болады. Бал салса тіпті әдемі болады. Бал салмай-ақ мынау тәп-тәтті мына сүттің дәмі керемет шығып тұр. Өте пайдалы, жақсы. Мынау сиыр бұзаулағандағы тура уыз дәмі. Уыздың дәмі, сүттің дәмі керемет шығып тұр. Майдың дәмі вообще шықпайды. Майдың дәмі де несте шығып тұрған жоқ. Бірақ енді жұмсақ. Құйрық деген өте пайдалы нәрсе. Енді құйрықтан бәрі қашады. Баяғыда осылай құйрықты шыжғырып жеріп, осылай істеп береді екен. Бір әжеміз айтқан, бауырсақты пісірген кезде, мысалы бауырсақты пісіреміз дейді, ол кезде жоқшылықтың кезі ғой дейді. Сол бауырсақты пісіргеннен кейін бауырсақ болғаннан кейін астына май қалады дейді. Егерде майың көп болса, бетінен кішкене аласың да, астыңғы майына ұнды қуырып, балаларға ботқа қып беретіміз дейді. Енді жоқшылық кезінде дейді. Аталада істейтін, сосын көбінесе сол балаларға каша қып береді екен. Ботқа дейді оны, ботқа. Каша ғой енді ол. Сол ұнды шаямызда енді жоқшылық кезі ғой дейді. Сөйде үлкен кісілер айтып отыратын. Біз енді олай не қылған жоқпыз, таза майға істедік. Солай да істеуге болады. Баяғыда солай істейді екен. Қойылып отыр, өзі қоп қойылып. Манағыда емес, қойылып қалды. Бұл тұра-тұра тіпті каша болып қалады. Шамалы тұрса, мынау ұн ғой, ұн қойылтады. Бұны қазір істедің бе, қазір сразу ішіп қою керек. Бұны жылдай береді, келіндерге жылдай беруге, суытып беруге болмайды. Өйткені ішіндегі май ғой, май сол қатып қалуы мүмкін. Сразу пісіргеннен кейін кішкене аузың күймесе болды, сразу ішіп алу керек. Сонда келіншек терлейді керек. Арқасына дейін терлейді. Ана кімге, Анаргүлге бергенде айтқан, мама прямо арқама дейін терлеп жатыр деп. Сол келініме бердім, мен келіндердің бәрі ішті. Ішесіңдер ме деп сұрайым, ішеміз дейді. Содан бәріне де беріп, осылай ішіп терлейді, керемет терлетеді. Арқаңа дейін терлейді, аяғыңа дейін терлейді бұны ішкенде де. Біздің каналды қарап отырыңыздар, біздің каналға жазылыңыздар. Жазылмасаңыздар жазылып, неше түрлі қазақтың ұмытылған тағамдарын бәрін көрсетіп отырамыз. Енді білетіндер біледі ғой, үлкен кісілер, өзім замандастарым бәрі білуге тиісті. Жастар бұны біле қоймайды. Сол үшін сол жастар көрсін, білсін деп мен осыны істеп жатырмын. Көріңіздер, қараңыздар, лайк басыңыздар, комментарий жазыңыздар. Біз қуанып қаламыз. Кішкене апаларыңды поддерживать етіңдер. Өте жақсы, бәрі де рахмет деп айтып жатыр. Алғыстан басқа ештеңе алып жатқан жоқ. Мыңда бір рахмет алғыс айтқандарыңызға. Өте ризамын халқыма. Замандастарым қарайды екен, ер кісілер де қарайды екен. Мен ер адамдар қарамайды шығар десем, өткенде бір жігіт айтады, ой апа, сіздің неңізді күнде қарап отырамын дейді. Рахмет қарағандарыма. Өте ризамын.